Біріншіден бәріңіз телефондарыңызды дауысын басып қойсаңыздар, содан кейін адамдар сөйлегеннен кейін сұрақтарыңыз болса, асықпай бір-біріңізден сол сұрақты қоясыздар. Енді тағы да мәжбүрлі болып отырғанымыз, бүгін біз арнайы қоғам қайраткерлерін, желтоқсан күрескерлерін арнайы шақырдық. Оның ішінде Асылы Оспан анамыз келу керек еді. Ол кісіні бір себептерменен, енді тәуелсіздік күні ғой, Қапшағай қаласына алып кетті. Енді ол кісі болмайды. Ары қарай пресс-конференциямызда ашық деп жариялаймыз. Біріншіден бәріңізге еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Енді бірінші сөз кезегі біз біздің желтоқсан күрескері тәуелсіздік журналистің төрағасы Ерболат Төрешіловтің 174-ші баптың бірінші бөлігімен 4 жылға бас бостандығынан айырылып отқанын көріп отырсыздар, біліп отырсыздар. 4-ші айында келіпті неге 118-де отыр. Сол мәселе бойынша тағы да біраздарыңыз білсеңіздер, біліп жүріңіздер. Көп адамдар білмейді екен оның әлі 118-де отырғаны. Оның кейін көбінесе соттардан қоғам белсенділеріменен желтоқсандықтар келді. Қамалғаннан бастап біздің белсенділер шүкір мырзадан бастап аяғында болды. Енді бұл бірінші пресс-конференцияның болардың алдында қалай болды, қалай заңсыздықтар болды, не болды, біздің Ерболат Төрешіловтің өзінің заңгері оң қолы Саритхан Сәрсенбаевқа береміз. Өзі мына жерде қазір барлығы көрсетеді. Одан кейін бар, бірден кейін бір біздің қоғам белсенділеріменен қоғам қайраткерлері, желтоқсан күрескерлеріне келе жатамыз. Тыныштықты сақтайық, кішкене өзі мәдениетті болайық, амандықта болайық, аман есен болатынбыз. Шығу үшін бір желтоқсанменен белсенділер шырылдап жүріп жүр. Ал енді Саритхан мырза, сізге Талдыдан әкеліңіз. Құрметті қазақ елі, бүгін Ерболат Төрешілов журналист зерттеу агенттігінің төрағасы және Ерболат Төрешілов журналист зерттеу агенттігінің қоғам бірлестігінің төрағасы және қазақ халқына деген қорының төрағасы. Бұл кісі білесіздер, жастайынан жасы 18-ге толмай жатып, Алматы қаласында желтоқсан оқиғасына қатысқан азамат және білімі жоғары журналист маманы. Және сол журналист маманы болған соң журналист зерттеу агенттігінің қоғам бірлестігін ашқан еді. Сол мекемеде мен және заңгер боламын, әрі мүшесі ұсталған. Енді бұл іс бойынша қысқаша түсіндіріп айтайын. Ерболат Төрешіловке осы 25 жыл шілде айында іс қозғалып, және ол істі филологиялық лингвистикалық экспертиза тағайындауға қылмыс бойынша. Сол жерде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес ұлтараздық қоздыру немесе өршітіру деген осы баппен іс қозғаған. Енді ол білесіздер, әлеуметтік желіде ол Ерболат Төрешілов ол жерде барған кезде әлеуметтік желіге шығарған, сол жерде коммуналдық мекеменің лауазымды қызметкерлері бұл жерде тұтынушылардың құқығына сәйкес бұл кісі барып, бұл жерде эфирге шығарған тұғын. Иә, ол жерде оның түсіруге деген құқы жоқ, себебі ол қызмет жасатқан жерге барып отыр. Ол біреудің үйіне, біреудің жекеменшік үйіне немесе бір мейрамханада бір столдың басына барып бұндай дауыс шығарған жоқ. Ол кісі өзінің заң талаптарына сәйкес талап болған тұғын. Енді осыған сәйкес бұған сол бейнежазбалардың бәрін алып, полиция департаменті тарапынан қаулы шығарып, сараптама берген, сот сараптамасы. Сот сараптамасы оның арасында енді ұлтараздық қоздыру деген қорытынды шығарып. Ал енді бұл тергеуші осыны алады да, жауап алу хаттамасын алады да, сотқа беріп. Сот не істейді? Сот бірінші сараптаманың қорытындысы бар, екінші тергеудің жауап алу хаттамалары бар. Содан кейін бар, сот соны алды да шешім шығарып 4 жылға дейін. Негізі осыны бір айтқан себебін айтып өтейін. Ескі Қазақстан кезінде мынау Сарыағаш қаласында Амангелді Батырбек деген бар еді. Ол кісі не істеді? Ол кісі тура осы Ерболат сияқты үстіне іс қозғалған. Ол кезде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 130-ші бабына сәйкес Түркістан облысының лауазымды қызметкері Амангелді Батырбектің журналисті арыз жазып, кәдімгі абақтыға тергеуге тығып жіберген. Бірақ ол кісі не істеген? Әлеуметтік желіге шығаратын кезде С-Информ деген газетке ол екінші параллель дейді ғой, бізде е-өтініш шығып еді ғой. Е-өтініш егов арқылы прокуратураға осындай лауазымды қызмет бабын пайдаланып ақша жымқырған деген арыз жазып қояды. Бұл кісі абақта жатады, мына жерде іс қозғалды. Соны соны аттан соттан шығарады. Себебі оны жазған, еговпен жазған дәлелденіп, оны әлеуметтік желіге шығарды ғой енді ол кісі. Жала жапты деп оны арыз жазды емес па? Соттың үкімімен ол
қамалады, ана жақтан тергеумен келеді, оны қайтадан шығарып жібереді. Көрдіңіз, одан кейін не болады? Осы жаңа Қазақстан болған кезде біздің Қазақстан Республикасында 130 бап толсайды. Жала жабу деген бапты. Оны алды әкімшілік құқық бұзушылыққа беріп жіберді. Көрдіңіздер, себебі Амангелді Батырбековтің жасаған іс-әрекеті ол қалай десеңдер, оң жағымен әлеуметтік желіге жібереді, сол жағымен өтінішпен өзінің дәлелдерімен қылмысты қозғап жеткіздіреді. Ақталып шығады, қамай ақталып шығады. Енді бұны не үшін айтып отырмын? Себебі бұл жерде қазіргі таңда біздің Қазақстанда мемлекет тілді талап еткен үшін Ерболат сияқты азаматтардың да абақтыға қамай бермес үшін біздің парламенттегілер осыны қарап шығу керек. Оның осы методикасын қарап шығу керек. Тілді талап ету, лауазымды қызметке талап ету бұл қылмысқа жатар ма деген. Сол себептен Ерболат Бейшин өзінің журналист зерттеу агентінің атынан кез келген дедіңіз. Қазір сот кабинет деген бар, суд қызмет деген соның ішіне кіріп 2024 жылы Астана қаласы Мамадов әкімшілік сотқа жазып шықсаңыздар, Ерболат осы мәселені бәрін көтеріп қойған. Тұтынушыларға сәйкес, қазақ тіліне сәйкес, жемқорлыққа сәйкес барлығын жазып, өзі жоғарғы сотқа дейін барған азамат бұл кісі. Иә, себебі білесіздер, барлықтарыңызға ол сайтқа кіре аласыздар, журналист зерттеу агенттігі Ерболат Бейшиновті тексеріп көрсеңіздер болады. 24 жылғы бір жыл бойы осы тіл мәселесі бойынша осы мысал қараңыздаршы, телевидениеда шығыңыздар. Телевидениеда бір жарнама жүріп жатыр, бір дәріні шығарттайын, білесіз ба, ресейдің компаниясы, мүмкін шетел компаниясы, ол тек қана бір тілде ғана айтады. Сол кезде Ерболат Бейшинов журналист зерттеу агенттігінің ажыратады. Неге? Конституцияның 7-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес мемлекет тілді үйренуге қолдау жасау керек деген осыған сәйкес неғып жұмыс жасамайсыздар. Мысалы, телевидениеда жарнама жүріп жатса, ол жерде бір орыс тілінде біреу жарнама айтып жатса, астында титрлермен қазақ тілінде жазылсын. Адам фото памятіне үйрене берсін. Жағдай жасаңдар деген мәселе көтерген тұғын. Соның өзі аяқсыз болып кетті. Себебі жоғары соттан қараусыз қалдырып отыр. Енді қарап отырсаңыздар, Амангелді Батырбек не істеді? Ол да тура сондай арыз жазады. Оның үстіне тергеуші қаулысына сәйкес оны іс қозғап, оны қамайды. Оның арызы сәйкес барады да, ол қылмысты қозғап, шынымен дәлелденіп, ол ақталып шығып жатыр. Ал енді бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мемлекет тілді талап етіп тұрып, лауазымды қызметкерге, ол көшеде біреудің үйіне, біреудің көшелерді ұстап, тротуарларды ұстап, қазақша сөйлеуден ешкімді талап еткен жоқ қой. Ол лауазымды қызметкерге. Осыны менің ойымша парламентте осыны қарап, осы ұлт-араздық қоздыру бабын қазақ тілін талап еткен азаматқа осы баппен қозғауға дұрыс па, дұрыс емес па деген мәселені шешу керек деп ойлаймын. Және осы ағалардың пікірлерінде тыңдап көрсек деген бұл. Рахмет. Жаңа жазықтардың бәрін кейін көрсетпесе. Иә, оны кейін көрсеңіз. Ал енді тағы да айтарымыз, бүгін біз арнайы шақырып отырмыз. Ұлт тағдыры қозғалысын саяси партияның төрағасы, ұлттық қоғам қайраткері, желтоқсан күрескері, соттың қалай болғандарын білетін кісі. Бір-екі ретте шақырғанбыз, уақытысы болған жоқ, енді бүгін арнайы келіп отыр. Ал енді достарға өз көшінде сөз береміз. Ассалаумағалейкум. Құрметті азаматтар, менің ойымша сіздер бірнеше осы мәселені көтеріп, барлығына анық сіздерге шығар деп ойлаймын. Мына жерді мен қарап шыққан уақытта маған ең бірінші осының алдында осыдан бір жыл бұрын болды. Жалпы бір әңгіме болды да, осы 174-ші бапты алып тастау керек деген. Білесіздер ғой, бір топ адамдар алып тастау керек. Бұл әсіресе қазақ азаматтарына көп қолданылып жатыр деген мәселе көтерді, өлер алып тастамау керек деген мәселені көтерді. Сол уақытта мен өзім бір пікірімді айтқан жолым 174-ші баптың керегі бар. Себебі біреудің ұлтына тигізген белгілі бір жаңағы сөз, ол міндетті түрде жауапкершілік арқалау керек. Әңгіме сол 174-ші баптың нақты шарттары жоқ. Қандай мәселе, қандай жаңағы шеңбердің ішіне кірген уақыттарда 174-ші бапқа байланысты сотталу керек деген. Ал сот және сарапшылар өкінішке орай, олар биліктің айтқан себебін жақсы білеміз. Соттан 174-ші баптың қазақтарға, қазақ ұлтшылдарына көбірек қолданып жатқан себебі әңгіме бапты емес, әңгіме соны бағыттайтын азаматтарға, мемлекеттің өзінде отыр да. Сондықтан бұл енді шындығында да күткен оқиға, және енді бәріміз білеміз ғой, осыншама қаншама адамдардың осында отырғанын. Екінші мәселе менің таңдалғаным, мына жердегі түспен енді қарап шыққан уақытта таңдалғаным, қайта жаңағы Алия Семет, кооперативтің бастығы, соны сотқа беру керек.
Мен екі жерін айтайын. Біріншісі, орыс тілі мемлекеттік тіл деп айтқаны оның. Енді ол не дейді, не жалған ақпарат таратуға жатады, не болмаса конституцияны бұрмалап жеткізуге жатады. Нақты сотталады. Екінші оның сөзі, тынатсыз деген сөз бар. Бұл нақты кәдімгі менің ойымша сотталады. Оның айтқан екі қалыс сөзден ол сотталу керек еді. Енді бір болатын жаңағы айтқан сөздерін мен әдейі жазып алып шықтым. Бәрімізде жаңағы не дейді, ой елегінен өткізіп көрейік. Біріншісі, басшылық қызметте отырып, мемлекеттік тілді сыйламайсыз. Бұл жерде қандай ұлтаралыққа байланысты бір сөз бар. Ойланып қараңыздаршы. Екіншісі, мемлекеттік тілді неғып білмейсіз. Үшіншісі, сіз білуге міндеттісіз. Жалпы біздің конституциямызда мемлекеттік тілді білу парыз деген, бірақ 2010 жылы елдірлік деген доктринаны жазды, естеріңізде болса, айқайлатып екеуі тоқтады, сосын өзіміз қатысып жазып шықтық. Сол уақытта мемлекеттік тілді білу парыз және міндет деген сөзді қосты. Менің өзім автор есебінде. Қосты, ол кірді. Сондықтан ол міндет. Көптеген елдерде мемлекеттік міндет деген конституцияда жазылады. Испанияның конституциясында тіл туралы бабында былай дейді. Испанияның мемлекеттік тілі испанский, жақшаның ішінде Кастилия диалектісі, оларда диалект көп, Кастилия диалектісі дейді. Екінші заңда әрбір испан азаматтарының мемлекеттік тілі міндетті деген сөз бар. Демократиялық елдерде мемлекеттік тілі міндетті. Сондықтан жаңағы сіз білуге міндеттісіз деген коммунистік болады. Келесі, иә, онда орныңызды босатыңыз. Бұл жерде тұрған ешінші. Орын босатсын, иә, сіз сияқты міне Шолпан анамыз отырсын, қазақша біледі екен, Құдайға шүкір. Бір ешқандай жаңағы ұлттың арасындағы араздастықты тудыру, ешнәрсе көріп отырған жоқпыз. Дереу орныңызды босатуды талап етеміз, Байкөт. Сіз қазақтарға қарсысыз ба? Міне бір ғана бір сөз қазақтарға қарсысыз ба деген ғана сөзді шәлпілді болса дейді, жаңағы былайда тартуға болады. Бірақ әңгіме былай. Менің ойымша сараптамашы, мен білмеймін, сол сараптама жасаған азаматтарды мен бір журналистер сөйлескен дұрыс сияқты. Сараптама жасаған адамдар ойланатын болсын да, ертең халық олардан да сұрайды. Себебі мынаның бәрі тек қана негізгі 90% сол сараптамасының істеп отырған ісі. Қалай қарасаңыздар да мынаның ішінде мен өз басым, мен 20 жыл университетте сабақ берген адаммын қазақ тіліне. Және әлеуметтік лингвистикадан сабақ бердім. Мынаның ішінен бірде-бір жағын дейміз. 174-ші бапқа байланысты жауапкершілікті көріп отырған жоқпын. Себебі басқа ұлт өкілдері, не болмаса екі ұлттың өкілдерінің арасында арастырып тұрған бірде-бір сөзден таба алмаймын деген қаралса. Мүмкін былай деп ойлаған шығар. Орыспен сөйлескеннен кейін бар, мына сөздердің бәрі орысқа қарсы сияқты қабылданады. Әңгіме ол кіммен сөйлескенде емес, ол қазақпен сөйлесе де дәл осылай. Жаңағы бір ауыз әңгіме оның ол кім емес ана жерде тұрған. Қазақстанның азаматтарының бірінің арасындағы сөз деп қабылдау керек. Ал сараптамаға міндетті түрде берілген тапсырма ол орыспен осылай сөйлесті. Демек бұның арасындағы жаңағы жаулық, араздастық туғызады деген. Менің өзімше субъективті көзқарасым осылай да. Сондықтан менің ойымша мынау ешқандай сын көтермейтін жаңағы сөздер, ешқандай айыпталуға тиіс емес сөздер. Осы біз менің ойымша ең жақсы біліп алғанымыз. Қайта керісінше жаңағы Алеся деген азаматша ма, соның үстінен қозғау керек. Себебі жаңағы екі ауыз сөздің өзі, екі ауыз сөз айтыпты. Біреуі жаңағы мемлекеттік тіл, қазақ орыс тілі дегені, екіншісі сен нацистсің деген сөз. Бұл бағыттыма жаңағы жауапкершілік беретін мәселе. Сондықтан менің ойымша сараптама жасайтындарды міндетті түрде табу керек, фамилиялары бар менің ойымша. Солардан журналистер егер мүмкіндіктері болса, соларға айту керек та, мынаны сіздер дейміз, түсініктеме беріңіздер, комментарий шешін. Тек қана бұлар аяқ жағындағы нүктесін қойып, мынаған жатады дейді. Ал неліктен жатады? Әрбір нәрсесінің бәрі дәлелдену керек. Мына жерде мен дәлел көріп отырған жоқпын. Дәлелдеп көрсін. Мен енді сот мәселесі онша біле бермеймін, бірақ менің ойымша тәуелсіз сарапшылар бар болатын болса, егер мүмкіндік болатын болса, тәуелсіз сарапшыларға, мынаны тәуелсіз сарапшыларға ұсыну керек та. Олар қандай айтып, тілшілер көп, осы мәселемен айналысып жүрген. Сондықтан менің ойымша бұл сарапшыларды жақсылап тұрып, халықсыз алдына шығару керек та, көрсету керек осындай мәселе. Ал енді неліктен соттаған біздің бәріміз білеміз. Меруоллахтың омырауын жасаған жұмыстар, осы уақытқа дейін жасаған жұмыстардың бәрімен әйтеуір қашан қолға түсіп жүрген уақытта құдайлары берді. Мен жаңағы істі қарап шыққан уақыттарда жаңағы Алеся бұны сотқа бермеді. Бұның жаңағының бәрін тексеріп отырып, мемлекеттің тарапынан сотқа берді. Сондықтан бұл тек қана бір адамның, не дейді жаңағы, бір адамға тағылған айып емес,
Бұл осындай сөзді айтатын бүкіл қазақ халқының кез келген адамды мен де айтамын, басқа да айтады мынандай сөзді. Бұдан да қатты сөз айтады. Бұдан да қатты сөз айтады. Бірақ мынаның ішінің бірде бір жерінде басқа ұлтты қорлау, немесе екі ұлттың арасына сөз салуды мен көріп отырмын. Мен сізге қосымша айтуға бола ма? Міне выводы. В содержании разговоров имеются языковые признаки возбуждения национальной вражды или розни. Бұл сұрақ болу керек. Ли деген түсіп қояды. Имеется ли деген ли түсіп қалған. Бұл соттың сұрауы бойынша түсіп қалды ма белгісіз. Астында жауабы тұр. Языковых признаков возбуждения социальной, родовой, расовой, сословной или религиозной вражды или розни не имеется. Екінші вывод, екінші сұрақ. Содержание представленных высказываний не содержится оскорбительных выражений, унижающих национальную честь, достоинство, либо религиозное чувство граждан. Қандай жауап керек? Айтады, сонда бірақ сөз ли түсіп қалған. Міне, ол әли түсірді ма? Бұл сұрақ. Сұрақты ли түсіп қалған. Астына жауабы ашық. Сонда кімді кінәлаймыз? Мен сіздерге жаңа айттым ғой. Сөйлеп болсаң бұл кісі әлі аңғырайды. Жоқ, ойбайлардан сұрап отырмын, мен айтып отырмын. Сұрақ бар ма деген кезде тұрасыз. Сондықтан менің ойымша бұл істі әрі қарап тағы да тексеру керек. Не дейміз, апелляция тағы басқа жағынан және сарапшылардан әрбір берген жаңағы сұрақтар бар ғой. Соған міндетті түрде түсініктеме комментарий беріп талап ету керек. Кәдімгідей заңды түрде комментарий беріп талап ету керек. Үшіншіден жаңағы бейтарап сарапшыларға беру керек. Олар қандай баға айтады, қандай береді. Менің ойымша бұның бәрі бір нәрсе да қазақ мәселесін, әсіресе оның ішіндегі ең жанып тұрған тіл мәселесін көтере беруді тоқтату үшін міндетті түрде жазалау керек. Жазалаған уақыттарда ешқандай жазығы жоқ адамның аузын ашқан үшін жазалау керек. Сол уақытта басқалар аузын жауып жүр. Мен ойымша осыдан басқа мен еш нәрсе көріп отырған жоқпын. Бұл сабақ есебіндегі жасап отырғандары. Жаңағы егер Алисияның өзі оған сотқа бермей, оны түртпектеп отырып тауып алып өздері сотқа беріп отырса, бұл соның мәселесі. Жақсы, рахмет тыңдарыңызға. Менің көзқарасым осы. Енді қысқаша дос ағам айтқан ойын былай айтсаң болады да, мысалы сөзді түсіндірейін қарапайым халыққа. Көшеге кетіп жатқан бір адамға телефонмен түсіріп тұрып, сен алаяқсың, сен педофилің деп айтсатын болсаң, ол өйткені ертең ол адам сізді сотқа беретін болса, біреуге енді тілмен айтқан үшін ол ертең сізді сотқа беруге құқысы бар. Сен маған ешқандай соттың қаулысыз, тергеудің қаулысыз сен мені алаяқ, немесе педофил, немесе нацист деп айтқан үшін жауапты ғой. Көрдіңіз, жаңағы Алисия кісі ол Мерболатқа ты нацист деп айту үшін себебі ол соттың үкімі болу керек, немесе тергеудің қаулысы болу керек. Ал неге ол жауапсыз қалып кетті деп отыр, көрдіңіз ба? Ол Алисия тарапынан. Егер бір адамға оңбаған десең, оған да жауап беретін шығарсың. Бірақ егер сен ол оңбағансың десең, ол 74 қалып келген қалай көрсің. Сонда ғана. Сосын барып екіншіден, осы бір жыл бұрын бет, ана Мазмұнның бір жас жігіті бір жерге заказалып барған уақыттарда қазақша сөйле дегені бар ғой, өйткені айтай болды ғой, ол жұмыстан шығарып береді. Бұның бәрі де біріне бір ұқсайды да, ұлт бірін-бірі, не дейміз жаңағы, ескертіп, қолдап, айтып, аяғынан тартып, емаса ақыл айтып жүрмесе, ол ұлттық болмайды. Жаңа қызға 40 үйден тиын деген сияқты. Біз қазір соны айтуға қазақтар біріне бірі. Сен бұлай деп сөйлесеш, сенің мынау не ұят қой деген сөзді айтуды тоқтату үшін анау жігітті жазалады. Демек ұлт өзінің негізгі не дейміз, тұрмыс тіршілігі ма, салты ма, дәстүрі ма, соның біреуі ең бастысы бірін-бірі сынауы, айтуы, дұрыс жолға салуға тырысуын қазір содан қорқатын болдық. Енді біз қазір орысша сөйле, неге маған орысша, қазақша жауап бермейсің деген сөзді айтуға қорқатын жағдайға алып келіп жатыр да, мынау істің өзі. Және бұл менің ойымша дәл осындай егер осылай кете беретін болса, дәл осылай тағы да 2-3 дайындап тұр. Содан кейін барып ешкім демайтындай деңгейге жетіп қорқады. Қазақ тілінде сөйлей деп айтуға қорқатын жағдай. Құрметті пресс-конференцияға қатысып отырған кісілер жаңа біз осы пресс-конференция өткізген кезде айттық. Телефондарыңызды басып қойыңыздар деді. Адам пресс-конференцияны ерткеннен өткізбейді. Бала 4 ай болды, 18-де жатыр. Билік естісін деп жатырмыз.
сұрақтарыңызды достар айтып жатыр ма, айтсын соңына дейін. Сізге сұрақтар болса айтады. Кімде сұрақ бар деймін, сол кезде сұрақты қоясыздар. Тағы да өтініш, телефонды басыңыздаршы. Звондап жатыр ма, онда шығып кетіп сөйлесіңіздер. Айтатын адам сөзін толық жеткізе алмай қалады. И түсініксіз болып қалады. Ал енді Хасен ағамыз мен қазір оқып кішкене неғып танысып алайын деп жатыр. Енді осы 4 айға қамалған біздің желтоқсан күрескері Мерболаттың жары. Бармаған жері баспаған тауы жоқ. Қаншама қаражаттар кетіп жатыр. Денсаулығы жоқ дейді. Бүгін тағы да ауырып қалыпты. Бір жеті бұрын естідіңіздер, басқа суық камераға ауыстырды деген сияқты. Енді тағы да әлі де шығындар жүр. Жар болса осындай болсын. Көптеген аналарға үлгі болып жүргенбіз. Жарына тағы да сөз айтайық. Жанар Балғабаева не үшін келген жоқ заңгері? Ол кісі не айтып жатыр? Ол кісі барды ма қамалғаны? Не тірлік істеп жатыр қорғаушысы? Жанар Балғабаева. Неге келген жоқ ол кісі? Си-18-ге барып тұрады, аптасына 2 рет барып жатыр. Өткен аптада оны неге дайындаған екен? Сотталғаннан кейін отыратын камера бар екен, соған ауыстырды. Сол камерадан сосын біз оларға арыз жаздық қой, апелляция кезінде пока алып кетпеңіз деп. Сосын қайтадан басқа камераға барды. Сол жерде салқын, көгерген, ана далаға қыдыртуға шығаратында бір балкон сияқты критый не бар екен жабық. Пластмасс. Соның астында екен да, суық ауа мен ыстық ауа болған кезде көгереді ғой. Олар білмейді екен оны. Камераның бастығы барып көрді. Я шынымен камера суда екен деп басқа камераға ауыстырған екен. 2-3 қабат киініп, тек оранып жатқан. Терезе қырау дейді. Содан кейін сол жерден кішкене тұмауратып қапты, анау не ғой, көк білесің бәріне. Сонымен қазір сотқа қатыспағандықтан, оны сотқа қатыстырмады. Сол үшін сот істерін қарап жатыр, видеодан көріп жатыр. Содан кейін қағаз вариантын танысады. Сонымен қалалық сотқа барамыз. Бірақ енді біздің ең өкініштісі, біз жақтан 2 сараптамашы болды, біреуі Қайыржанов деген 30 жылдық еңбек өтілі бар, лингвистикалық психологиялық сараптамадан. Соны сот нетпей қойды, іске қоспай қойды, қосты бірақ таныстырмады. Одан кейін Казгудың мұғалімі бар, Қосуғарова деген. Сол кісінің де лингвистикалық сараптамасы алынады. Тек өздерінің жаңа мемлекеттен сұраған сараптамамен ғана сүйеніп өкім. Ал енді екінші осы апелляциялық сотта сол сараптамалар және Мерболаттың сотына неге қатыспағаны, одан кейін Атаханов бірінші шілде айынан бастап Атаханов істі жүргізген, одан кейін Тазабек деген тергеушілер, оларды да біз сұрағанбыз. Әкеңіздер біздің сұрағымыз бар деп. Оларды да алып керек емес деп. Қажет жоқ. Сонымен көптеген Мерболаттың бүкіл адамды құқығы тапталды. Ешқандай несін қараған жоқ. Адам ретінде Қазақстанның. Бізде конституция қандай жазған нелер әдемі. Соны оқып айтады, мен мына бір құқығымды қорғамалы ғой депші. Сол апелляциялық соттан енді үмітіміз зор. Ешқандай жаңағы ең бір ғана жеңілдететін шара ол балалардың 2 баласын кәмелеттік жасқа толмағаны деді. Бірақ оның бұрынғы сотталмағаны, ол семей полигонының бәленбай жыл тұрғаны, оның ешқайсысын жарамсыз деп таныды. Тек қана 2 баласын ғана нетіп, 6 айға шегеріп 4 жыл беріп отыр. Прокурор 4 жыл 6 ай сұрады. Енді бұл жерде қарап отырсаң, 2 ауыз арасындағы әңгімені 2 ұлттың адамы, 2 мемлекетті араздастырып ұстағандай болып жасап қойғанда бұл істі. Сол ең өкініштісі сол. Егер Мерболат өз елін, жерін, тілін сүйген үшін ғана осындай бап берсе, берсін деп отыр. Тілім үшін мен барып келейін дейді. Егер мен соңғысы болсам дейді, қостып айып тағатын адамның. Сол апелляциялық сот қашан болады? Апелляциялық сотты басталмай отырған олар сұрап жатыр деп кеше пристав айтты бізге 15 күні. Бірақ біз видеоны енді ғана танысып біттік. Мен 15 күн барғанда үкімді әлі біз оқып біткен жоқпыз. Видеосын көрген жоқпыз үкімді. Үкімге келіп тоқтадық, ол бүгін үкімді танысып жатыр. Және қағаз вариант 2 том екен, сонымен танысып, содан кейін қалай бітеді, қалаға жібереміз деп. Соған байланысты апелляциялық соттында күні белгілі болды. Затқан сізге сұрақ, апелляциялық сот негізінде үкім шыққаннан күннен бастап қанша күнде қаралып заң бойынша? Үкім шыққаннан кейін апелляциялық шағым жазған соң
ол жерде кезектері болады істердің, соған өзінің кестесіне қарайды. Онымен соттар іске түскен, соттар іспен танысу керек. Сотпен іспен танысқан соң өздері сот кабинеті деген бар, сот кабинетте қарап тұрсаңыздар, егер де адвокат апелляциялық шағым жазған соң, ол және видео алған соң қалалық сотқа өткізетін болса, қалалық сот оны кеңсеге тіркейтін болса, оны судья істі қабылдап, сотта бар ғой, қылмыс істері жөнінен қарайтын соттар өз коллегиясы өзі қалайтын болса, оны хатшысын тіркеп, сот кабинеттің базасынан көруге болады. Егер оны қалалық соттың кеңсесі оны істеп отырса, ол істеген кезде кез келген Қазақстан Республикасының азаматы беріп отырған соты қашан болатынын да көруге болады. Егер ол кеңсе тарапынан істемей қойса, онда олар басқаша ойлауға болады. Енді менде мына жерде айтайын дегенде қызық айтайын. Мысалы, білесіздер, Қазақстан Республикасында жазғы демалыс лагері бар. Балалар жазғы демалыс. Сол Меруот журналист зерттеу агенттігінің атынан оқу ағарту министріне және балалардың құқығын қорғайтын комитеттен сұрады. Неге осы жазғы демалыс кезде қазақ тілді тәрбиешілер, мынау біздің көптеген диаспора өкілдерінің балаларын бала кезден соларды жазғы демалыс кезде қазақша үйретіп, қазақша тәрбиешілердің арасында жар оңға, солға деп, білесіздер ғой, кесте сәйкес үйретіп, осындай істемейсіңдер деген талаппен жоғары сотқа дейін барған Меруот. Ол не үшін Меруот? Себебі ертең осы жарай кеңес өкіметіне қалған азаматтар, енді білесіздер, оларды өзгерту өте қиын. Мысалы, жаңағыдай іс қозғалып кетті ғой сол кісілердің. Себебі ол өзінің бұрынғы принципімен өмір сүргенде. Олардың балалары, олардың ұрпақтары, мынау жас кезінен, жазғы демалыс кезінде, балабақша кезінен неге оларда қазақ тілді жасамау, өзгеріс жасамайсыңдар ма деп Меруот осы журналистік зерттеу агенттігінің атынан талап етіп жоғары сотқа дейін барған. Меруот ол әшейінен біреуге келе салып істеген жоқ қой, ол алдын алды осының ше. Неге осы біздің өмір бақи, біздің балдарымыз, немесе біздің ұрпақтарымыз ертең осы диаспора өкілдерінің ұрпақтарымен осы жанжалдың алдын алу үшін мектептерде, балабақшада, жазғы демалыс кезде неге қазақ тілді, қазақ тәрбиешілер тендерден ұтып алатын болса, мысалы лагерьге, солардың бәрі неге соны алдын алу үшін осы ұрпақтарымызға неді былайша айтқанда проблема болмас үшін осы істеу үшін әрекет жасаған азамат қой бұл кісі. Жай ғана алып ұлт араздықты қоздырып жүріп, екі ұлттың арасында от тастатқан жоқ қой бұл кісі. Бұл кісі қағаз жүзінде де, сот жүзінде де әрекет жасап жатыр ғой. Мына біздің билікте отырғандардың әрекетсіздігін көрсетіп сотқа дейін барған. Жоғары сотта. Міне мен көрсет десеңіздер көрсетейін, істің демалысына дейін бардым. Қараусыз қайтар жерде. Бірақ енді айтып отырмын ғой, сот комитетінің кез келген журналистік зерттеу агенттігінде 24 сотты көруге болады деп. Енді осындай азаматты қағаз жүзінде де тек қана әлеуметтік желіде жаңағы кейбір адамдарға бұндай көзқарас жасамас үшін бұл кісі заң жүзінде, қағаз жүзінде, сот жүзінде әрекет жасаған азамат қой бұл кісі Меруот. Ал осындай азаматты егер абақты қамап жүрсе, онда біз білмеймін, онда біздің ұрпағымызға қандай біз не қалдық, мұра қалдық білмейміз. Сараптама туралы айтып отыр. Ол сараптама туралы не айтасыз? Заңгер ретінде. Енді мынандай ғой, сараптама. Кез келген азаматтың үстіне егер де осындай ұлтараздық іс қозғайтын болса, ол жерде сарапшы бір жалған бір ақпарат жазып жүруі мүмкін. Мысалы, енді 70 комментарий болса, 70 комментарий деп жазып жүруі мүмкін. Немесе 700 комментарий. Сондай олқылықтарды адвокат тауып алатын болса, 105-ші баппен прокуратураға шағымдану керек. Мынау сот сараптаманың мына жерде әрекеті заңсыз, қорытынды заңсыз деп прокуратура жазу. Егер прокуратура тарапынан әрекет танытатын болса, олар қаулымен оның сараптама бұзбаса, онда 106-шы деген бап бар. Тергеу сотына беріп, сарапшының жасаған материалдарын, соның ішінде мысалы 4 түрлі қағаз болатын болса, соның ішінде бір қағазын жоқ бұл жеріп, тек қана 3 қағазды тіркеп жіберетін болса, онда тергеу жағынан фальсификация деген бар. Сол фальсификациясын 106 баппен дәлелдейтін болса, ол онда сот сараптама бұзылып береді. Бірақ мен ол іс бойынша 105 пен 106 мен ол сотқа бармады деп ойлаймын. Себебі тергеуші сот сараптамасының қорытындысын дауламаған деп ойлап отырмын. Ол рахмет. Түсінікті. Ағамыз енді дайын, бәріміз білесіздер, 70-80 жылы бұл кісі саяси тұтқын болған, қоғам қайраткері, кейін желтоқсан ардагері. 72 жылы жазған мақаламда интернационализм және оны орыстардың қолдануы халыққа. Сондай дейді. Интернационалист дейді, орыстар. Өзге ұлттардан талап етеді, интернационал болу.
өздері шовинист, бір-ақ тілді біледі, басқа тілді менсінбейді. Айналаңа қарасаң, қазақ жерінде тұрғаныңды сезінбейсің. Көшеде орыс тілі, жазулар орыс тілі, оқу орындары, мекемелер орыс тілі. 72 жыл жазып едім. Содан осы 70 жыл бұрын, 5-6 жыл бұрын. Содан түкті өзгерген жоқ деп тағы жаздым. Әлі де сол қанша азаматтарымыз осы жазушылар одағында, ал басқа тілші Шамас Маханұлы, мектептер ашқызып жүрді. Әбу Сәрсенбай ағада, кейіннен мынау Хрущевтің жылы басталғанда осы мәселені көтеріп кіреді. Көзіміз тірісінде қазақтың ана тілінде өзі сөйлегенін көре алар ма екенбіз, көре алмас па екенбіз деп. Сабыржан мен Жұматайұлы ол да жазып, шіркін Астананың Ақмоланың қазақша сөйлегенін көрсек, өлсең де арман жоқ дейді. Сол кісілердің армандарын әлі орындалмай келе жатыр. Қаншама айтты, қаншама азаматтарымыз бәрімізді әлі мамандар düşünмейміз. Әлі мына Орыстан болған билік Қазақстанның. Әлі де сол отаршылардың ісін жалғастырып келе жатыр. Тәуелсіз алдық дейді. Мынау ма тәуелсіз тұру? Мазақтан мı? Қазақстанның Мазақстанға айналды. Өз ана тілінде, өз елінде сөйлемей жүрген әлемдегі бірден бір ұлт қазақ ұлты. Қазақ ұлты. Тәуелсіздігін жариялап мінекей 35 жыл. Әлі сол құрғақ сөз ол тәуелсіздік. Мен сондай айтқанмын Назарбаевқа. Мінберде тұрғанда тәуелсіздік. Халва дегеннен аузыңа тәтті болмайды дейді ғой. Сол сияқты бұл тәуелсіздік. Оны іске асырмағаннан кейін, оны қорғай білмегеннен кейін, шын мәнінде Алашорда, одан кейін азаматтарымыз не талап етті? Сол қайсы орындалды, қайсы орындалмады? Соны зерттеп, іске асырмағаннан кейін қайда тәуелсіздік ол? Жаңағы бос ауыз сияқты қалып. Сондай масқарашылықта отырмыз. Алдаумен Шәрif Мәли ойлап жаңағы келе жатырмын. Мен өзім дүкенге барғанда ұрсып кетем талай қазақтарым айтам, неге маған орысша сөйлейсің? Мына қалпағымды сыйласаңшы қазақша келіп тұрған. Көрмей тұрсың ма? Ол басқа қазақ екенімді басқа емес. Неге маған здрасте дейсің? Сол үшін мен өткенде былтыр бір дүкенші қыз мені ата-анасына айтып барыпты. Сөйтсе орыспын дейді, қап-қара қайда дейді. Мен ұрмандап қалдым. Неге здрасте дейсің маған? Содан анау мен камераға түсіріп алыпты. Сөйлеген. Мен айттым, бәрі түбінде үйренуің керек деді. Бұл елде тұрған. Десек, мынаған нәрсемен дейді. Қайда мынаған нәрсемен? Сендер келімсексіңдер. Қазақтың жері бұл, қазақтың жері. Келешектеріңді ойласаңдар, қазақтан үйренеді. Соны оны камера жазып қойып, менің қызым азғанда бар, ол да қожайын айтыпты сол. Аренда алып отырған ғой. Ол менің қызым азғанда әкеңіз келіп сөйтіп айтып кетті, ана сотқа береміз деп жатыр дейді. Міне 70-ші жылда мен тіл мәселесімен қашан ана тілімізді сөйлейміз деп неше рет сотталып мінекей. Міне сондай мінекей. Сонан кейін ана деттім, берсін сотқа көрейін. Берсін сотқа. Содан ана татар еді ана тілдері. Иесі ана арендада күлкі жіберіп бастап сыртқа барайды. Сен ол татар болғансың сөйтіп өзімсің түрік болғаннан кейін. Әйтсем мені былтыр сотқа тартайды отыр. 75-ке жері еді. Осында сұмдық жүр жоқ. Ана Индияны айтады ғой, олар ортақ тілі ағылшынша екен деп. Оларда бірін-бірі түсінбейтін 200 халық тұрады. Сонан кейін олар ортақты жаңағы отарлаған ағылшын тілі еніп кеткен. Сондықтан қалай сөйлейді? Әйтсе ағаш өз тілді сөйлейді ғой. Біз Құдайға шүкір, қазақ диалект жоқ бізде. Жеріміз ұлан-ғайыр болған. Бірақ тілде сөйлеп қоятымыз, тіліміз бар. Көп ұлттан келіміз. Ал келгенде келімсектер кім ұстап тұр қазір? Хрущев ақтады ғой бәрі. Сталин жер алғандар 56 жылы. Сталиннің геноцидін
Күртішсізін. Енді елдерге қайтып айтылайын, патриот болсаң, орыс патриот болсаң, бара ғой Россияға. Кім сені ұстап тұр бұл жерде? Мен 56 жылы көріп, Корея соларға да ерткен Ақтауға істеп тұрмыз. Вот, мен солай деймін оларға. Кәдеге отаны бар. Ал енді мынау Ерболаттың жағдайына әрқайсымыз түсуіміз мүмкін. Намысы бар қазақтың әрқайсысы түседі. Ұят қой мына масқара. Отаршылардың тілінде жабысып айырылмай жүрсіңдер деп мен қазақтарға айтамын. Не үшін сотталдым мен үшеуі, өкінемін мен сендер қылып. Анамды зарлатып, жылатып, бала шағамды, әйелім жесір қалдырып, екі баламыз алды. Масқара. Біз айқасып сотталып жүрміз ұлт намысы деп. Қалай ел боламыз деп. Сендер отаршылдың тілінде жабысып айырыларым бені. Деген сөзді айта-айта шаршадым. Ашудан ауырып қалам ғой. Дүкенге бірдей болсам, қазақ әйелдер орысша сөйлеп тұрған көргенде. Сондықтан біз талап етуіміз керек. Енді мынау неше түрлі болып қой, сотқа оны қатыстырмау деп қандайсың ба? Совет кезінде Сталин кезінде ондай болған жоқ. Ана Бухариндерді, кімдерді халық жауы деп соттады ғой, қатыстырмады өздері. Мынау масқара ғой, Сталиннің тоталитаризмінен де асып кетті ғой. Назарбаев кезінде ондай болған жоқ. Мынау шайтан істеп отырған немене? Жемей ма? Ми жұмыс істемей ма? Ауыр мынау тексерту керек. Шайтан. Сау адам мұндай істемейді. Мынау сұмдық қой. Қазақтан шыққан кәпір ма? Түрде қазақ ұқсамайды. Мен жасырмаймын, анамның қазақ емес екен. Бұлар жасырады бәрі. Жасырып қайда барасың, айтыпты ғой. Қазақша былдырлап екі жастағы бала сияқты сөйлейді. Сонда елбасы бола ма екен? Бірінші мынадан бастау керек. Енді мынау көп қой фактор, енді толып жатыр. Мен әбден мынау зона түрмеде отырғанда әбден приговорларды оқып, өзімнің нелерімді де басқаларға, сондағы орыстар, немістер, кассация жазып берші деп, соған әдеттен бол, үйреніп алған. Бір қарайын да білем, қай жерде шикілік бар екен. Мені толып жатқан шикілік. Өзің қастырмын сотқа деген. Не себептен қастырмайды? Бірінші сот болған кезде ол айтты, сендер ашық сот дегесіндер мені апарып ашық сотқа қатыстырыңдар. Сөйтіп еді, сол соттың жұмысшылары айтты, елден сұрады ғой, енді ашық сот дегенде қай жерде болады деп. Мынандай есікті көрсетті, айтты, есіктің бәрі ашық тұр ғой, кіре бермейсіңдер ма дейді. Мерболат айтты, мен барып ашық сөйлесем, ашық сот болсын. Мен талап етемін деді, келесі сотта мені сот залына апаруларын деді. Сөйтіп еді, жоқ, ондай болмайды деді. Сендер осынан онлайн қатысасың деп сөйтті. Ең бірінші заңсыздық міне осы жерде. Сталин жасамаған сұмдықты жасап отыр. Мені 77 жылы жас қазақ ұйымын құрамын соттағанда, нағыз ұлт мәселесі сонда жазып тұр. Орыстандыру саясаты, бұрын саясаты тоқтатылсын деген бірінші талап. Қазақ жеріне орыстарды қаптатып қоныстандыру тоқтатылсын деген. Екінші талап. Үшінші барлық мекемелер, оқу орындары ана тілімізде, қазақ тілінде болсын. Деп 77-де жазған жаңағы оян қазақ ойын талаптарды. Соның 77-де сот болды, 2 күн. КГБ-да 8 ай ұстадым мені. Тергеуде содан кейін сот болғанда, ашық сот болды. Осының бәрі оқылды. Ешқандай бір бас болып бүлініп неткен жоқ. Ашық сот болды 2 күн. 77 жылы Брежневтің тоталитарлық кезінде. Енді мынау деді несін? Жау сыртынан сотта барғанда. Бұл шетелге қашып кеткен жоқ, ана лезтір сияқты. Масқара, бірінші заңсыздық осы. Екіншісі жаңағындай, ол жаңағындай тіл тигізуге ол сол әйелге айтты екен деп не, бүкіл орыс көтеріліп кете ма? Көтерілсе аразы қазақ көтеріліп кете ма? Екі адамның арасында сөйлескен сөздер. Жала жабу, шында да мынау мынау масқара. Сондықтан жаңағы айтқан басқа мәселелер бойынша, қайраткерлік жұмыстары бойынша. Соған істеп отырған, және анау жәбірленуші деп отырған жоқ, жәбірленуші жоқ. Кім жәбірленуші? Арыз жазбаса, қалай оның іс қозғайды оған? Мынау масқара, мынау ешкім арыз болмаса, іс қозғалмайды. Сондықтан мұның мемлекет өзі қозғап отыр, желтоқсандағы бізге де жатты ғой жаңа. Өздері. Ешкімді ұрған жоқпыз біз, бас бұлтты желтоқсанда. Ал шықтық, ойымызды айттық. Соған бала
Ол баяғыдағы тоталитарный режимнен телефон арқылы жоғарғы бұйрық береді, мынаны қайтсеңді сотта. Сол баяғы түптелген жоқ. Жаңа Қазақстан құрамыз деп, бұрынғы жаман Қазақстанға жете алмай қалды. Мына қорлық басыну бұл жерде. Әбді басыну деген сөз. Масқара, сұмдық. Сондықтан мынаны шынында да жаңа айтқан нелермен, мысалдармен бәрін қайтадан жазу керек. Дұрыстап парламентті ма, басқасына бәрін тапсыру керек. Президенттің өзіне де тапсыру керек. Не деген сұмдық. Тыңдамаса, біз әрқайсымыз осында отырған, менен бастап шақырамыз. Жаңағындай бір болып барған мекемелер бар ғой, мемлекет тілді менсінбей отырған. Соларға бәріміз талап қояйық. Бәрімізді қалмасын. Бәрімізді қалмасын. Көрейік мынаны. Бәрімізді қалмасын. Кімді басқарар екен, кімден нағыл жинар екен. Ол бір. Енді екіншіден тағы айтайын дегенім, алдымен қазақтардың атаманы звондап барды. Солай біздің орыс әйелдерді жай бірдеме айтып еді. Экономикалық қиыншылыққа байланысты Россия қосылу керек деген бәрі дастархан басында айтқан сөз ғой. Онысы да қосты ғой. Онысы да кеткен жоқпыз. Мен 92 жыл ақпанда фельетон жаздым ғой, айтпады демеңдер деп. Түбінде қайтадан қосадылар. Москвадан құйыршықтары, Москвадан құйрығынан шыққан. Қайтадан қосады. Орыс есін жинап алады біраз. Үшеуі. Содан қайтадан қосадылар, кетпейді одан. Деп фельетон жазған мен. Айтпады демеңдер деп түсінде сондайды көрдім. Қызылжалау жергілікті тағы да деген сияқты. Сондықтан біз енді сонда жаңағы айтайын деген атаман айттым, анам дейді. Мен айттым, сендер ме біздің бір соттарда жүр пресс-конференция дейді. Ана статьяны алып түскен ғой. Бәрінің арасында бір экономика ашылғандықтан тағы бірдеңе, заң орны. Андай сөз бола береді екі адам арасында. Енді соған бола бүкіл бір қарыма қарсы миллиондағанын бір-бірін соғысай деп тұрады. Бұны қоздырып отырған ұлт-араздықты. Өздері биліктің. Жоқ енді қақтығыс керек болып отыр оларға. Сондай әрі. Онда бір болаттың ішінен бастайық осыдан. Әрқайсымыз бар, талап етейік, мемлекетті неге сөйлейміз. Баяғыдан айтқанымыз қаншама. Жаңағы халықпен қызмет істейтін мекемелерге жаңағы мемлекет тілді білетін азаматтар. Қабылдансын қызметтерге. Парламентте барлық жерде. Барлығы енді солай. Барлығына өркениетті дейтін Батыс Еуропа, бәрінде солай жаңа айтқанда Испанияда. Германияда да солай. Мен Чайковскийде бір оққан досым бар еді, Вальтер Володя деген. Сол бір туыстары тіл біледі, немісшеден қабылдады соларды. Вальтер үйрене алмай қойды сол тілді, немісше. Жөнді сөйлемеді, қабылдамай қойды. Ақыры еліне қайта алмай осында өлді. Барлығы енді солай. Мемлекет тілді білмесе, азаматтық бермейді. Қызметке алмайды. Қызметке де алмайды, азаматтықты бермейді. Россияның өзі де солай. Қаншама жас ұлттар отыр, орыс емес ұлттар. Өз елдері, отарларына. Соның өзінде, бір өзбек жігітті кездестіріп қалдым, Мәскеудің орындасында. Сол Қазақстан режимінде. Режим отыр. 5 жыл болды дейді азаматтық сұраған. Шешесі орыс екен. Ермей отыр дейді. Емтихан алады, орыс тілінде. Соған режим отыр, қазақ елдері. Сен пара алдың ғой, Путинге айтам деп едің ғой. Міне, өздеріне қызмет істеген. Орыстарға сондай өзбек. Соның өзін азаматтық бермей. Мемлекет тілді сөйлемесе, тарихын білмесе Россияның. Тарих шатасқан тарих қой, оны қалай білесің жерден? Тарихы да жоқ, бір нәрсе ғой, ұлт емес. Мардолардың орманда қашқан руларын шоқындырғанда русский сағаны, русскийсің деп. Ол кітап жаздым. Барлық жерде солай мемлекеттерді талап етеді. Маркстің айтқан дейді ғой, өзі тұратын жеріндегі тілді білмейтін, не дейді? Басқыншы ғана, соның турист ғана, дебил ғана білмейді. Соның қайсысы бұл осы? Туып өсіп, сол елдің тілін білмей жүрген. Тағы менсінбейді тағы. Менсінбесі барсын, жол ашық. Жол ашық, күн ұстап тұрылар. Патриот болса, орыс патриоты. Сөйлегісі келсе, орыс тілінде, ана тілінде. Қаңғыт неғып жүрсің әр елде. Бара ғой. Кім зорлап тұрған жоқ олар. Мінекей.
Сондықтан жаңағы ойларыңызды жазайық бірінші. Жаңағы соттың барлығы заңсыз өткен ең басына қатыстырмау деген несі ме? Сотқа. Кассациялық сотқа қатыстырмау мүмкін. Оны соттағаннан кейін қайта кассация жасасаң, камерада жатасың, зонаға жібермей, ісін қайта қаралғанша. Онда қатыстырмайтын рас еді. Ал енді мынау бірінші соттап тұрғанда жеткізіп, оған соңғы сөз айтқызу керек, пікірін сұрау керек. Соңғы сөзіне шақырттық, айтты. Енді естімесе не болғанын қалай соңғы сөз айтты? Егер мойындасаңыз жеңілдетеді дегенге келді. Сөйтіп Нұрболат айтты, енді не деп айтайын бәріне орысша сөйлеңдер деп айтайын ба деп. Басқа не деп айтамын? Мен соттағандарым қазақ тілін соттағандарым деді. Бұл жерде арыз бермесе, жәбірленуші болмаса, бұны билік ұйымдастырып отыр. Сталиннің есімі. Сондықтан бұған Төзбек ағайындар жаңағы ауырып екен атаман. Сол қажет болса, мынаны оқытам, мен айттым, түсіндірейін істеді. Түсіндірейін, қай жерден етеміз, қатар отырып, айтайын. Ол орыстан қорқып отыр. Ойбай, орыстар бізді жақтырмай қалады деп. Билік. Ал орыстың өзі андай қорқып отырса, сен кішкене қорыққандар басылатын шығар. Осындай жолдарын қарастырады ағайын. Бәріміз де шығайық. Бәріміз бүкіл қазаққа тиеді. Бүкіл қазаққа тиетін нәрсе бұл. Ар-намысымызға. Тәуелсіздігімізді жариялап қойып, өз отаршылардың тілінде сөйлеп, анау шовинистерге қой деп айта алмай жүрген. Айтсын ауылдардан. Мен сендесе, бізді мен сендесе. Мен тағы да айтатын ойлар бар әрине. Сұрақ болса, қойсын мұндың есімін түседі. 86 соттағанда, жер 90 бізді де сол статьямен соттаған. Біреуі массовый беспорядки 15 жылға дейін. Екіншісі 60 статья политический ішінде. Сонда 60 статья ұлт араздығын қоздыру деген 3 жылға дейін ғана болатын. Сол кезде. Енді ғаны 4 жылға қаншыға жүрді? 7 жылға шейін. Батылы масқара, маған сұмдық қой ма? Мала қазақтан шыққан кәпірлер. Қазақты езіп, таптап, біздің тонап жатқанымызға ауыз аша алмасын деп, әлді таптау үшін істеп отырған әрекет. Басқалар қорқыту үшін. Басқалар қорқытаған миллиондаған қазақтар. Көп қорқытады, терең батырады дейді. Біз көппіз, біз халықпыз. Ата-бабамыздың жерінде тұрмыз. Телефонды басыңыздар. Сондықтан қатты күресуіміз керек. Қажет болса жүйені өзгертуіміз керек. Айтып отырмай, сонда бұл қазақтан шыққан кәпірлерден құтыламыз. НКВД-дің, КГБ-дің тұқымдары отырған жерде. Солар отырады. Басқада да солар. Айтады милициялар. Өзгерту керек. Халықты басқарамайды, мәдениетін көтере алмайды. Рухани ештеңе айта алмайды. Экономикасын көтере алмайды. Ұрлап жатыр өздері қалай көтереді. Сондықтан тұқыртып басқару, қорқытып, үрейді ұстап, билейін деп ойлайды. Сталин кезінде. Көрдіңіздер ме? Енді оған төзбейміз біз бұл заманда. Сондықтан оны басқа жүйеге ауыстырамыз қажет болса. Әр ру өзіне самоуправление қойсын. Местный самоуправление. Налогын төлемей қойсын. Өз депутат қалатын адамдар өз ішінен таңдасын. Сөйтіп қана бұладан құтыламыз. Әйтсе өз адамдарын қояды ма? КГБ-ның агенттерін нелерін. Сөйтіп тұқырта береді бұлай. Ешқандай жастары өзгертеді деген ондай болмайды. Қисық ағаштан зүгеліңге түспейді. Сондықтан ана мен насихаттап жүрмін ана жерде. Қазақтың туын. Әр ру өздеріне ие бол, өз жақсыңды ішіңнен өзің таңда да парламентке ұсын, әкім бол өзіңнің елінде. Сырттан келгендер қабылдамаңдар, ешқандай да. Тонаушылар жібереді өздерінің елі. Сондықтан қазақтың ешқандай ханы, ешқашанда патша үкімет еді, отарлағанда. Рулардың ішіне адам жіберіп көрмеген, әкім жіберіп. Араласпайды, иә. Мынау сені басқарады деп. Ондай тарихымызда болған жоқ қазақтың. Советке дейін. Әр ру өз жақсыны өзі біледі. Солар таңда руласы болғаны, әкім болған, билер кеңесіне жүрген хандық кеңеске. Сол жүйе қалды, анау еврейлерді ойлап тапқан екі жүйесі де бақаспай қалды ғой. Коммунизм, социализмден өздері паштады. Капитализм түрі мына ма, нарықтың түрі. Өтірген 300 жыл бұрын партия құрып, сайлауға әр адам қатысалады деген, ол да еврейлердің ойлап тауып, әр елге өз адамдарын отырғызып, соларға тонып жатыр. Сол саясатпен келе жатыр бұлар. Бұлардан құтыламайсың.
Тек қана қазақтың өзінің демократиясы дала жоқ. Осы заманға икемді жаңағыдай парламенттік республика жасап, президент дегенді мүлде алып тастауға болады. Швейцарияда 7 адам президент жылына бір қол қояды. Соны көптейшін істей алмайды. Сондай жолдарын білеміз. Соны халыққа насихаттайық, ақылдасайық. Иә, сөйтіп шайқас бұлармен сөйтейік. Ал қазіргі кезеңде шығару үшін жаңағындай істейік. Жазайық бірінші, берейік, болмаса, тыңдамаса, бәріміз барып, мекемелерге барып, мемлекет тілде қалдырайық. Қазақ деп айтпаңдар. Нацист деп жатыр. Мемлекет тілде неге сөйлейміз? Солай бастайық. Бәріміздің қамасын. Söylеп болсын. Тіл деген ұлттың намысы. Оны таптатқызуға болмайды. Менде Гүлшатқа, сосын Сәбитханға ұсыныс бар да. Мына Мерболатты ұстаған күні ол неге ұстады? Қытайда жерді, Қытайдың жекеменшігіне, Қытайдың азаматына жерді сатты ғой. Соған барған кезде ұстады. Содан келе жатқанда ұстады. Солай емес пе? Енді бұл бір мәселе. Екінші мәселе. Гүлшат жаңағы нацист деп тұрды. Бір кісі сіздің жолдасыңызды нацист деді да. Енді нацист деген сөздің определениесін алу керек. Что такое нацизм деген? Соны определениесін алу керек те, міне юрист отыр. Встречный сотқа беру керек. Жаңағы нацист деген атқан адамды. Болды. Вот екі мәселені көтерді. Бірінші, менің айтайын дегенім, мына Қытайға жерді сатқан мәселе мына тілдің астында қалып қойды қазір. Көрдіңіз бе? Қытайға жерді 400 соттық жерді сатты. 4 гектар жатты. Міне шүкір, Құдайға шүкір бәрі бірге барған. Солардан келе жатқан кезде сол хабар тарап кетпесін деп мынандай жағдай болды. Енді біз қазір Мерболаттың жағдайын, дұрыс біз Мерболаттың жағдайын тіл мәселесін айтуымыз керек, көтеруіміз керек. Бірақ оның астарында ар жағында не қалып қойды айтылмақ? Қытайға жерді сату мәселесі. Енді оны айтып журналистер қойып отыр ғой оған. Тыныша, кешіріңіздер, Назия Нұремергенқызы, журналист, түркі тілді журналистер қорының президентімін. 31 жылдан бері журналистпін. Біріншіден мен түркі тілді журналистер қор және менің жанымдағы журналистер Мерболатты қолдайтынын білдіргім келеді. Екіншіден менің сұрағым, екі сұрағым бар заңгер мырза сізге, Сәбитхан мырза. Бұдан кейінгі заңдық сіздің қадамыңыз не болады? Өйткені ақтап алу үшін бір. Екіншіден, осыған дейін әділ сөз бар, правовая журналист, медиа центр деген бар. Одан кейін жаңағы Қазақстан журналистер одағы бар, Қасым Матаев басқаратын. Журналистер тарапынан біз мысалы Фейсбукқа жазып жатырмыз, үндеу жасап жатырмыз. Осындай қолдау журналистерден болды ма? Журналистер иә, осыны шығарып жатыр, бүкіл ақпараттар шығарып жатыр, енді Жоқ, ресми түрде құзырлы органдарға үндеу немесе қол жинау деген сияқты болды ма? жоқ. Онда оны қолға алу керек сияқты. Содан кейін жаңа айттыңыздар ғой, ағып не болады деп. Енді бұл екінші апелляциялық сотта Мерболатты соттың құзыреті бар, қылмыстық істі ішіндегі сараптаманы шығарған қорытындысымен заңсыз шығарып Мерболатты сот залынан босатуға ана соттың қолында болып тұр бұл жерде. Егер де бірінші сатта сотты объективті қарайтын болса, осы жаңағы айтқан мәселелердің бәрін қарап зерттейтін болса, оны бірінші сатта сот прокуратураға қайтадан тергеуге жібереді. Бірақ оны сот істемеді, себебі Мерболатты абақтыға тығу мақсаты болған. Егер де ол жерде бірінші сатта соттың мақсаты болатын болса, мақсат оны заңға сәйкес қой. Мына жерде бір шикілік жоқ. Бұл Мерболат, бұл қасығана, ұлтаразығана біреуді өлтіріңдер, жойыңдар деп айтқан жоқ қой, кетіңдер деп айтқан жоқ қой. Ол жерде тие әлеуметтік желіде. Ол жерде ол кісі тек қана мемлекет тілде сөйлемейсің ғой деп айтқан үшін ғана іс қозғалған тергеуге жіберіледі. Ал оны істемеді. Енді екінші сатының соттың тек қана құзыреті оның заңға сәйкес ол істі қысқартып жіберуге немесе үкімнің күшін жоюға да күші бар. Болды. Басқа тек қана сот шешімі тұр бұл жерде. Рахмет. Тәндірде қандай сұрақ бар? Сотқа қосымша біз бере алмаймыз ба, сараптама? Сараптама мәселесі жаңа айтып отырмын ғой, қылмыстық процессуалдық кодекстің 106 бабына сәйкес сот сараптамасын филологиялық, лингвистикалық соны заңсыз тану үшін ол бірінші сотқа бармай жатып, бұны адвокаттар тергеушімен шайқасып, материалын сотқа барып, мына жері сарапшының мына жері әрекет дұрыс емес деп
істеу керек, бірақ ондай істелмеген ғой. істеді ғой, неге істелген жоқ оның бәріне Мамандарға бас тартты келген ғой. соң. Бас тартты ғой, істеді ғой. Қабылдамай қойды ма жаңағы? Иә, бәріне отказ, бәріне Екі экспертиза болды. Екеуінде де. бәріне бас тартты. Қаралмайды. Қабылдамады. нақты сұрақ қойсаңдаршы. Түгеліне бас тартты. Рахмет. Енді сол қабылдамаған сот сараптамаларын біз қалай қабылдатамыз? Прокуратура арқылы ма или жоғарғы сотқа береміз? Ол уж кесіп өтіп Енді кетті ол сотқа айтамыз деп жатыр. Маған адвокаттардың айтқаны, олардың әрбір қарсысы бізге бөлінеді. Келесі сотта бәрі қарсы болды ғой. Иә, бізге видео түсіруге болмайды деді, аудионы сурет қана деді. Содан кейін мен за болып айттым, прокурор мен сот дедім. Прокурор ұсыныс тастайды, сот оны мақұлдайды да, екеуін неге шешіп отыра бермейсіздер? Біз не үшін қарсыстық? Кукла болып отырмыз деді мына сотта. Біздің құқығымыз вообще сендер таптап отырсыңдар дедім. Бірде бір сөзімізді ретке алып отырған жоқсыңдар. Сендер видеоға түсіруге болмайды дейді прокурор, ол сот жарайды дейді. Сонда біз түсіре берсін, әлеумет көрсін, не мәселе болып жатқан десек, оны жоқ деді. Неге суретке түсіру және аудиоға ғана рұқсат. Міне журналистер тұрды, видеоға болмайды дейді. Түсірмеңіздер оны ертең Жүрсеңдер шығармаңыздар. штраф болады. Әділеттік болса неге камерадан қорқады олар вообще? Соны біз айттық, Камерадан халық қорқады. көрсін деді, не болып Шындық жоқ, жатқанын. потому что. Тоқтай тұрыңыздар, енді Салиххан ары қарай біз не істей аламыз? Енді тек қана бұл жерде халықтың қолдауы, осы халық осындай бақ арқылы осы мәселені көтеріп өтмеу болады. Ербол жаңа айтып отыр, еңбегі біздің ұрпағымызға, ертең біздің ұрпақтарымыз осы бізде Қазақстанда өмір сүріп жатқан диаспора өкілдері бір-бірімен соттаспас үшін балабақшаны, жазғы демалыс, мемлекеттің қаржысына бүкіл демалыс бұлар қазақша, қазақ тілінде білетін тәрбиешілермен оқытыңдар, үйретіңдер. Мерболат сот залына барды ғой, жоғары сотқа дейін. Қазір Мерболат ештеңе істей алмайды ма? Мерболат бұл жерде күрек осындай сот арқылы көрсеткен үшін өзі қазір кетіп бара жатыр енді. Вот енді тек қана біздің баға беретін өзіміздің халқымыз. Жоқ, қазір парламентке бере аламыз. Сұрағын айтсыншы. Сұрағын айтсын. Журналистерге бір сұрақ берсеңіздер, сұрағдай. Содан кейін сіздер артынан артықпай әңгімелесесіздер. Осы жерде бас құралдар келіп отырғаннан кейін санаулы біз негізгі сұрақтарымыз сұрағдай. Бұл жатқан Мерболаттың ісін біз бастан аяқ білеміз. Бұған дейін де талай жиналып жатсақ, бүгінгі өткізіліп жатқан пресс-конференцияның мақсаты не? Не қандай талап қоясыздар? Біреуге мысалы мәлімдеме жасайсыздар ма? Талап қоясыздар ма? Осы пресс-конференцияның мәнін айтып беріңіздерші. Бізге негіз сол керек. Біз енді қазір әділетті Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз ғой. Біз енді ары қарай апелляциялық сот болашақта үнімізді халық естіп, Мерболаттың жазықсыз кетіп бара жатқанын жеткізу. Бұған шейін жетер құлаққа жеткізер де айтып жатырмыз. Енді мына зиялы қауым, алдымызда мына ағаларымыз бар ғой, ел сыйлайтын, шаштары ақ. Енді осы кісілерді тыңдай ма деп, осы кісілерді алып келіп отырмыз шын айтсақ. Жоға жақтағы бізді енді бүйтіп, білмеймін, бұлай біздің ұлтпен бұлай болмайды істеу. Біз нағыз білмеймін енді. Мерболаттың ол жерде ешқандай білмеймін, жазығы жоқ. Оның тек жүрегі елім, жерім, тілім. Болды, иә. Ол бізді де екінші орынға қояды. Біреу өзіне көмек керек кезде, мысалы Думанның болды дейма, Қапшағайға кетті, кешке дейін. Бала шағаның мен қараймын деші. Ол сондай бүкіл өмірін елге арнаған. Қазір мені елі оны соттатуға рұқсат беріп отыр. Жаңағы заңсыздықтардың бәрін қағазға түсіріп, президентке дейін жазуымыз керек. Міне бұлай. Болмаса біз дейтеміз, бәріміз шығамыз. Мемлекеттік тілде сөйлеуін талап етеміз. Парламентінде, дүкендерінде, халықты медицинасында бәріміз шығамыз, біз де соттандырылды болса. Я болмаса мен қандай заңсыздықпен қамап отыр. Соны тоқтатыңдар, босатыңдар. Бостандық. Болмаса біз де шығамыз, бәріміз соттандар. Бізді қолдайтындар да бар. Барлық қазақ қолдау керек тіл мәселесінде. Қорлану ғой мынау, өз елімізде, өз тілімізде. Отыршылардың жабысы отырғанымыз. Солай хат жазу керек, мен қол қоямын. Тағы не болса, тағы айтайық, қатысып. Бірақ айтатын болса, жаңағы заңсыздықтарды жинап теріп, өзін қатыстырғаннан бастап, қарақшы болсам жолдан ұстап әкелген, повесткамен шақырмай, жаңағыдай қарақшы жолдан ұстаған, бәрі заңсыз. Бұл жерде адамның фактісі болды ғой. Сол кезде біз айттық, камераны ашыңыздар дедік. Екапоста бәрінде камера бар.
Баштамады ғой. Жоқ, Түнімен жоқ. Bunu basını değil. Bunu basını değil. Masқара mı? Кімде қандай сұрақ бар? бір реплика айтып берейінші. Тоқтаңыз. Көшеке, жаңа сенің сұрағыңа. Былайда қандай мақсатпен деген уақытта. Менің ойымша, егер әрбір облыста дәл осындай бір емес бірнеше пресс-конференция болса, мысалы Қызылордада бұл, Қызылорданың жаңағы не дейміз, ұлтшыл азаматтары бір, журналистері жеке бір, тағы басқалар жүздеген осындай халықтың наразылығы, халықтың осыған деген көзқарасы, осы сот мәселесіне деген тоқталмай көбейе беру бұл яғни бір тәсілдің біреуі. Екіншіден бір қызықтан жалпы конституциялармен бір рет қарап шықтық сараптап, өте қызық нәрсе. 36 жылғы конституция Сталиннің кезіндегі, сол жерде бір бап бар. Совет үкіметінде ешқашан жабық сот болмайды, соттың бәрі ашық деген бап бар. Мен қазір статьясында. Сол 77 жылғы конституцияда жабық сот болғанын жазылған, қазір біздің бәрі жабық сот. Сонда 36 жылғы Сталиннің қылышынан қан тапсырып тұрған кезінде жабық сот деген тыйым салынған. Совет үкіметі кезінде бәрі әділетті, бәрі ашық болу керек деп, кәдімгі арнайы статьясы бар. Өз-өзімен Бұл желтоқсанда да жаңағы статьямен, екі статьямен соттады ғой. Сотталатын 60 статьяда бір өстіп қояды деп жабық сот болған жоқ. Ашық соттан сотталған. Дәл осы статьямен. Мынау сынды ғой, беспредел дейтін, масқара, басын бұл дейтін. Бұға берсең сұға береді дейді. Ата заң бұзылып отыр. Ата заңда жазылған. Қазақ тілін мемлекеттік тіл деген жазу бұзылып отыр. Ата заңды бұзып отыр бұлар. Бір сөз айтайын, Мербалат өзі, біз кіріп шықтық қой, апайымын мен туған, Гүлнар Мырзатаева. Сол кезде биледі, мен сразу оны түсіремін деген жоқпын дейді. Мен соткымды алып шыққан жоқпын дейді. Оның менің неме шабыма тигені дейді, ол әйелдің дейді. Неге мен қазақша сөйлеймін, там же написан, оны айтты ма? Мен жаңа кешіп келді, кішкене, не деп? Иә, бір орыс тілде мемлекеттік тіл ғой деп айтқан дейді. Сондықтан сол қайда ол жазылып тұр деп соған за болып соткымды алып шығып түсіре бастады. Қостанайда да айтты. Қысқа 3 минут сөйлейікші, кешіріңіздер. Мына кісі сұрағын айтсыншы, сосын мен айтамын. Тойыңызда сұрақтарыңыз дегенде бір сағат. Қысқа 3 минут. Көзіміз соқыр, сағат 4-те біздің сағатымыз да ұрлады ғой, сағат 4-те кеш батады. 300 километр жерден кеп тұрмын мен. Менің бір сұрағым бар еді. Мен осыған Зайсан, неде мына Халбатау жақта Қытайлармен жұмыс істедім. Қабанбай батырдың түбіне айналдырып Қытайдың контейнерін қоршап қойып ластап жатыр. Ата-бабамызға намыс. Екіншіден кеше келіп мас болса керек. Қытайдың хобасы біріліп кетіп, бір қазақтың семьясын қырып жіберіп жатыр. Өлесі ұрды Зайсанның басы Қытайды. Қазір лагерьге келіп төңкерем деп еді. Сол жерде милиция толып кетті гражданский формамен. Қытайды қорғауға табылады. Қытайдың әр жерде көріп жатыр, мен арасында жүрмін. Жалауын тігіп жатыр, үндемейді. Қазақстан бойынша бәріңді білесіздер, 4-5 жерде адам жоғалып кетіп, ішінде органы жоқ, ұрланды. Бұл не болды сонда? Кеше 47-ші маршрут автобусында қазақтың туын көтеруге болмайды. Сонда қазақ өз жерімізде өзіміз туымызды көтере алмасақ, Қытай кеп шетімізден сойып алып өкпе бауырымызды алып жатса, бұған кім жауап береді? Бұл қаншалықты аяқ асты болып қалдық біз сонда. Міне. Сондықтан жергілікті самоуправление әр ру өз жеріне болсын. Осыдан бастау керек. Есім бар дедін тап деген. Сонда тоқтайды. Айтып жылай берсең болмайды. Болды, сұрағым айтайын. Сағынақада келіңіз. Жағдайда бұл ағаның айтқан сөзіне бір қосып айтайын. Ербол Бюшин өзінің журналистік агенттің атынан былай жазған тұғын. Мысалы, қазір сіз Кореяға барсаңыздар, сізді 5 ұлттарында доскопия басылар. Дубайға барсаңыз шетелге не үшін келіпті? Интерпол, қоғамға қауіпті қылмыскерлерді шекарада әуежай бекеттерінде ұстаулар, теміржол бекеттерінде немесе порт бекеттерінде. Сол себептен Ербол Бюшин біздің Қазақстан Республикасының шекара қызметіне талап еткен тұғын. Сот арқылы талап етті. Иә, ұлттық қауіпсіздік. Сол біздің шекараға қылмыскерлер, көптеген шетел туристер, кез келген азамат болсын, жұмыс бойы, олардың 5 саусағын басу керек. Біз біліп отырмыз. Бірақ соны әлі осы бір істемей отыр. Себебі біздің қазір таңда Қазақстан халқының жүрегінде бір күдік бар. Сол күдігін сейілту үшін біздің Қазақстан Республикасының шекарасына кім кірсе де, мысалы Ресейдің
фура айдап келе жатқан кезікпен шопыр өтіп тұрасыз да, біз шекара саусағын басу керек, ол жолда кетіп алып біреуді тонап кетпеу үшін, біреуді өтіп кетпеу үшін, біреуді зорлап кетпеу үшін. А соны біздің қазір мемлекет тарапынан диаметр оны істемейді. Иә, мысалға да негізі қысқаша сөйлеуімізге әдіде сөйлейтін адамдар бар. Мен айтайын, Гүлшат, әділетті Қазақстан деп атсың ғой, әділетті Қазақстан емес, мен ашынып кеткен адаммын. Егер артық айтсам, алдын ала кешірім сұраймын. Мінекей, біз Қазақстанда тұрып атқан жоқпыз, Мазақстан болдық. Бишарамыз, сүмелекпіз. Осы күнге жеткізген өзіміз кінәліміз. Шықпаймыз, ауызбірлік жоқ бізде. Мына кісі тұр, 70-тен асып кеткен кісі. Кеше республика күні деп шығып бара жатса, 10 милиция кеп қоршап алған ғой. Сосын ана блогерді шақырса, 10 милиция жүгіріп қашты да кетті. Енді кеше қараңыз. Мына кісі қайда? Тұрыңызшы. Кеше мысалы, желтоқсан, кеше желтоқсан деп, мына Құранға қол көтереміз деп бәріміз жүгірдік қой. Мына кісіні апарып автобустан түсіріп алып қап 200 000 теңге штраф салды. Ертеңгі сағат 10-нан кешкі сағат 9-ға шейін ұстады. Шулап біз естігеннен кейін 20-30 адам болып бардық. Бізден барып айқай шу болғаннан кейін барып 200 000 жазды да 488 статьяның 7 тарабы дей ма? Иә. Сөйтіп әйтеуір 200 000 штраф салды. Бұл кісі 2 ай бұрын үй өртеніп кеткен. Барар жер басар тауы жоқ. Кішкентай пенсиясы бар. Әбден қазақты мал қылды. Айтайын дегенімді де ұмытып қалдым, Кеше, иә, мына кісі жалғастырсын. Мынау кеше күнгі жағдай шығайық деп отырсыз ғой сіз. Біз кеше Құранға қол жаюға 90-шы орындарымыз кетті ғой. Жазықсыз мына сайқал саясаттың себебінен мынау жаңағы Қалмақ, Назарбаев. Мен өзім Назарбаевты о бастан мен президент деп есептемеген адаммын. Одан кейін мен Тоқаевты да мойындамаймын. Бізде егесіз қалған ел жаман дейді. Біз қазір егесізбіз. Бізде президент жоқ. Міне кешегі жағдай таңертең шықсам, есігім алдында скорый тұр. 25-ші қазан күнде сондай болған. Есігім алдында тұр, кемі кеп тұр, ішкі саясат кеп тұр, скорый кеп тұр. Мен жындыханаға кетпекші. Міне, енді кешегі жағдай. Кеші тағы кеп тұр, есігің алдында скорый. Қарасам, мен айттым, неғып тұрсың дедім. Маған кеп тұрсың ғой, кет қазір дедім. Сонымен мына сағилар менің үйімден қонақта еді. Сонымен жүз шығайық дедім, телефонымызды алып шықтық. Сөйтіп, 2 машина тұр, көшенің басында, жақын жерде. Біз барсақ қашады. Қайтадан үйге кірсек, қайтып келеді. Қайтып шықсақ, тағы қашады. Сонымен не керек? Полициялар бізді қуып орнына, біз сағыл екеуміз қуып, екеуміз ұстап алып, видеоға түсіп, міне, не деген масқара. Бұл басына тікті қазақты. Міне, 3 ғасырлық, мен айтам өмір бақи. 3 ғасырлық мына орыстың саясаты бізді жаншып, біратала түрмеге салып, мына азаматтарымыз мәр түрмеде жатыр. Міне, 2 жыл жүрдік Думаның соңында, Қапшағайда. Міне қазіргі жағдай, міне білмеймін, бұлай кете берсе қазақ не жағдай болады? Мен бірақ сөзді айтайын, ағайын, қазақтың проблемасы мың қиянаты істеліп отырған мынау орыс құлдардың. Жүздеген мыңдаған. Оның бәрін тізіп айтып, 37 жылға репрессиядан қалай тоқтатамыз соны? Қалай тоқтатамыз? Ауызбіршілік керек, бұл жерде біз қазақ ауызбіз қазір. Ауызбіршілік партияда ауыз бірікпейтінін көрдіңіздер ғой? Иә. Қалай басқа механизм бар ма біріктіретін халықты? Айтыңыздаршы маған. Ақша шықпайтын. Енді бағдарламасымен қатты қолдаймын. Сондықтан біздің ұлттық жүйеміз болған өзіміздің Сталин мен большевиктер бүлдірген. Әр ру ағайын міне тұтас болған. Біреуін тұтқындалды ма? Бәрі жауып бірігіп шығаратын соны. Иә. Құнын төлейтін кісі өлтірсе. Сөйтіп аман қалдыратын. Мынандай азаматтарымыз қатысымен жатыр ғой. Ру қайда? Солар бірінші көтеру керек бұл мәселені. Деп қалған азаматтар намысты Қазақстаннан солар қолдау керек. Әр рудың ақсақалын ұйымдастыру керек. Соған местный самоуправление есім барда елді тап дейтін заман келді. Болмаса бұларға партия құрып жеңілмайтынымызға көз өтті ғой. Жасанды ту жасап қойды. Мынау қазақ Кемей Жәнібек құрған қазақ
ордасының туы. Ана бір орыстың несінің күнбағысының ұқсатып бірдеңе жасап қойды. Сондықтан біз мінекей туымызды қайта көтеріп насихаттап жүрміз. Мынау Керлей Жәнібек көтеріп қазақ ордасының туы. Және біздің қайтадан Сталин бытшытын шығарған отаршылдар. Ағайындар бірлесу керек бірінші. Орнында отыр ғой. Солар ақылдасып бірігіп, не істейміз деп Алматыға жиналып таяқ жеп, қаржы жетпейді, Ақтауға жинай алмайсың Алматыға. Полиция бұдан да көбейеді. Сондықтан местный самоуправление өзін-өзі басқару қайтадан жеті ата бір ауыл болып отырды ғой, туысқандар. Иә, қазір енді ондай отырады жоқ та, рулар бірігіп, әкім өзіміз тағайындаймыз, білетін адамымызды. Сырттан жібермейді. Деп қазақ солай бірігеді. Туыстық негізінде бірлесу керек. Әйтеуір бірлеспесек шеше алмаймыз ғой. Сондықтан партиялар өтірік екен, оған бірлесе алмайды екенбіз. Қазақтың жағдайы келмейді екен, оған желкен, құрылтай келемейді қазақ. Сондықтан ана орнында отырып, ақылдассың бір-бірімен. Не істейміз? Ана ұлымызды, қандасымызды, туысымызды тұтқындады ғой. Бірінші солар ұйымдасып көтеру керек. Сонан кейін біз барамыз. Азаматтар, бүкіл Қазақстан азаматы. Сөйтіп, ана жер ортақ болу керек деп қоршап алып тастаңдар. Қазаққа жағатын бизнес мал жайға рұқсат етсіңдер. Қалаға келгенде ол, қалаға келетінді келе берсін. Аз зарплаты қор жинай алмайсың сен. Ертең қиыншылыққа ашпай бересіңдер. Сондықтан анау орындарында отырып оңалыңдар. Қайтадан сол әр ру өзінің азаматтарын бірінші кезекте жерінде Қытай кіріп кетті. Бірінші кезекте солар айту керек. Бір келіңдер мынандай болды. Бардық, ешкімде жоқ, Қытайда жоқ, талай рет бардық Алматыда. Сондықтан әр ру өз жеріне ата бабасынан мола шыққан ел болсын. Қазақтың даласы бәрін асырайды халқымызды. Сол кезде күшке айналсақ, әйде балаларға айталамыз. Ал мына жерге 30-40 адам жиналып, бұрын айтып жылай беруге болмайды, әрекетке кірісу керек. Міне мен былай болмаса мынандай әр ірі рулардың несін салдым. Міне. Таңба. Осындай туымыз болу керек қайтадан. Біз тексіз халық емеспіз. Тегін ұмытқан Европа сияқты. Олар ана Маркстің жолын тағы басқа біріктіре алмайды олар. А бізде Құдайға шүкір тегімізді ұмытқан жоқпыз. Сол тегіміз арқылы, туыстық арқылы біріккен қазақтың мыңдаған жылдар болған жүйесіне қайта оралайық. Парламентке де өзіміз адамымыз, міне біздің адам отыратын жоғарғы палатаға сенатқа. Деп сөйтіп өз ішімізден жақсыларымызды өзіміз іздейді. Солар басшы болады, солар ұйыстырады. Сол жүйеге көшуді насихат жүргізулерін сұрайды. Бұл ешқандай ұйым емес, ешкім төраға алып та сайланбайды. Біз бәріміз осы идеяны үгіттеп насихаттаушылармыз деп қана. Тіркелудің керегі жоқ, халық орнында отыр сол халық. Сол матай жатыр басқасы. Міне, солар бірінші өз ішінің жақсыларын таңдасын, солар бас болсын. Әр осындай қиянатқа солар бірінші үн қатып отырсын. Талап қойсын. Бізге бюджетті мынандай екен, болмаса налог төлемейміз. Болмаса әскерге баламыз. Сайлауларға қатыспаймыз деп. Бірінші кезде. Партияларына бармаймыз, жалған партияларына. Міне ағайын біз партиямыз. Бір партиямыз. Аны жеріміз сақтайды. Сонда ғана бірінің жол, басқа жол жоқ. Алдамыш партияларын шаршадыңыздар ғой. Сондықтан жаңағыдай ағайын түрде Байтұрсынов айтқандай. Соны қайта насихаттайық, сонда ғана күшейеміз. Қашақсыз бұл алжыған шалдардан. Ұмытпасаңыздар, бұл пресс-конференция ғой. Мен мына суретті не үшін ұстап тұрмын? Бұл сурет 4 айдан бері бүткіл пресс-конференцияда, бүткіл адамдардың қолында, жаңағы белсенділердің, соттарда пресс-конференция деген. Кеше біз желтоқсандықтар алаңға барып, Құран оқытырып келіп, өзіміздің желтоқсанның ескерткішінің алдына келсек, осы суретті тағы да бауырлары ұстап жылап тұр екен. Мерболатқа бостандық талап етеміз. Енді осыны көріп отырсыздар, мына жерде көптеген желтоқсандықтар келіп отыр. Мен бір адамға сөз бергім келіп отыр. Талғат аға. Енді сіз желтоқсанның басшысы, қоғам қайраткерсіз. Осы біздің Мерболат туралы сіз не айтасыз? Талай небірлер бәрін көрдіңіз. Әдеп баспаларына қиынсыз болды ма? Иә. Мынау тапсырыс бойынша болған шаруа. Бұл арғы астарында мына сайланып жатырмыз ғой. Жеріміз кетіп жатыр қазір. Отырар ауданында 50 гектар жерге 49-ға. Бақаншы мен Күржарда 3,5 гектар кетті. 3,5 гектар. 1350 гектар жер кетті. Сосын 800 гектар жер кетті. Олар 60 жылдары қазақтар кетті. Солар жаңағы несін пайын алған,
сосын Қытайға жасатқан. Қазір кім бай соларды? Мына Мерболаттың жаңағы Талғарға барып, ана неден шыға салып ұсталуын қарашы. Оны бүкіл елдің назарын басқа жаққа аудару саясат жатыр. Мына көріп отырмыз ғой. Мынау аралас мектеп мәселесі, басқа да мәселелер. Бәрінің ар жағында мына Қытайданудан халық ойын басқа жаққа аударсын. Өзімен алыссын. Қараңыз, алысып ит болып отырмыз ғой қазір. Ит болып отыр бәрі, бізде ит болып отыр. Аллаға шығамайды бұл, Аллаға барамайды бұл. Қасіреттің үлкені 90 күн, 17-сі. Біздің үйдің радиосы, 5 сом радиосы бар. Таңертең 6-10 минут қалғанда сөйлей, ән бастайды. Бүгін 9:30-ға дейін желтоқсан деген сөзді естігенім жоқ. Бүгін желтоқсан күні ғой. Желтоқсан желі қара тізімдегі ән болды деп кеше Әбелбек звондап айтты. Әбелбек, сенің әнің желтоқсан желі. Алғаш шыққан кезде азаттықтан берілді де қазақ радиосы жабық есік болды. Қазақ телевизоры жабық есік болды. Дәл қазір сенің әнің қазақ радиосында да, қазақ телевизорында орындалмайтын қара тізімдегі ән болды. Сенің әнің TikTok-тың әні, Facebook-тың әні болып дедім. Басқа жоқ. Желтоқсан жер жоқ бүгін. Мен айтпай, бұл не деген масқара? Бұдан артық қорлау бола ма? Жұмыс кімге оқып қойыпты? Міне. Бағана мен Алматаудан желтоқсандардың астына қатысты. Сосын енді бұдан саясат берілді ғой. Тамақ беріп, аш жүрген қазақ сияқты. Оны соған үйреніп алдық. Ентіріп барамыз. Бірі қалмай барады. Бір-біріне сөз бермей сөз болады. Мен барған жоқпын ғой, мен желтоқсан. Сонымен қысқасы аудан әкімі. Мен бармаймын ғой. Мен айтып берші. Сөйлеп жатыр ғой, тоқтасаңдаршы. Көшіп қойсаңыздаршы, біз конференцияны ұмытпасаңыздаршы. Сонымен қазір тағы айтылады. Бір сөйлеу керек қой енді. Сосын мен айттым, мен сөйлейінші. Сөйлейтін хақым бар, мен желтоқсанның 17 томын шығардым дедім. Мен ұзақ сөйлейін дедім. Осы Сабыр Қасым дейтін азамат желтоқсанның ұңғылшы құлын қазір. Сол мен ана докторыңыз звондады, Талат сен кешесі хабарласыпсың ғой деді. Я хабарласып едім дедім. Дат газетінің өткен нөмірінде желтоқсан көтерілісі қанды қасіретті ұйымдастырған кім дейді, 3 беттік мақалам шықты дедім. Соны сізге жіберейін деп, ойбай Талат мынауың керемет екен деді. Сосын айттым, желтоқсанның кітабың 18 томын кім ұйымдастырып деген айтамын да, соны өзім миссияны бітіріп шақам сияқты. Осыны тоқтатын деп, сен тоқтатпа деді. Бұл бет жағы ғана деді, сенің жазғырдың. Мен қазір тілімді тістеп отырмын деді. Тілімді тістеп отырмын. Қазір бір шаруаммен айналысып жатырмын. Арада уақыт өтсін деді. Мынау қасірет, Мерболаттың қасіреті. Бұл кез келгеніміздің басымызда болатын қасірет. Әрқайсымыз аң боламыз, мысалы. Сондықтан алаң бармаймыз. Ал кеше барып, желтоқсаншылар бір көріп жүр, мысалы 12-ден келмен ойладым, бір митинге болатын шығар. Уақытқа байланысты, қымбатшылыққа байланысты, Қытайдануға байланысты. Қазақтың проблемасы мың сан ғой, мың сан. Анау нені налогты өсіруге байланысты. Мұны қаңтармен ақпанда қазақ көресін көреді. Деп жатыр алдын ал. Енді ашылған қазақ шығар. Бір енді аңғардым. 20 шақты кісі кішкентай балаларды жетектеп келді, азаматтар. Олардың ойы митингі болады, ұстап атса, мен патшамды балам бар ғой, кішкентай шықтап. Міне, оларда жазық жоқ, келді. Желтоқсаншылар жоқ. Мен айтам, желтоқсаншылар келді, 86-да патриот болды да, жер үшін, тіл үшін. Енді патриот болмай қалды ма? Сендер не болды сендерге дейін? Неге келмейсіңдер дейін? Алаңға бару керек. Алаң шешеді әңгімені. Басқа ештеңе шешпейді. Кеше біз сол Мерболаттың суретін алып тұрдық. Сөз сөйледі. Оның жазықсыз сотталғанын, барлығын айтып, мен Фейсбукта бәрінде жүрміз. Сол кезде ішкі саясаттан кісілер келіп қалды да. Бізге айтты, сіздерден ешқандай өтініш түскен жоқ. Сіздер неге митинг өткізіп жатырсыз деді. Біз айттық, бұл митинг емес дедік. Мен айттым өзім, бұл жан айқайымыз біздің дедім. Бұл жерде әділетсіздік болып жатыр дедім. Бұл митинг емес қой деп. Жоқ, қазір сіздерді біз
не істейміз дейді, штраф сөйтесіздер, сіздердікі бұл заңсыз, анау ол бізде барлығы бар, ана видеоды түсіріп алдық ана кісілер. Сосын бір кісі шығып айтты, сіз кімсіз, бірінші айтпайсыз ба, аты жөніңіз кім, таныстырмайсыз өзіңізді, не мақсатпен келіп тұрсыз деп әлгі ішкі саясаттың адамына айтты. Сосын біз суреттерді жинап алдық та, сосын кетіп қалдық, не істейміз. Өйткені оларға керек сол ғой, ана ата ұстап алу, штрафқа нету, отырғызып қою, оларға керек сол ғой. Аз болып тұрмыз ғой мәселе сонда. Иә, өйткені Мирболатқа сіздер заң бұзып жатырсыздар дейді. сөйлейді, заң бұзып жатырсыздар дейді. Қай заңды айтып тұрсың балам дедім. Екісі күн ұрлап кетті. Білесің ғой дедім. Сағат 12-де сот болды. 2 айға қамады. 2 айдан кейін Мирболатсыз сот болды. 4 жылға қамады. Қай заңды айтып тұрсың дедім де суреттер жинап кетті. Міне аналарым. Иә. Енді мен бір сөз айтайын, ренжімесеңіздер. Бұл мына соттың, мысалы біздің Қазақстанда заң бар дейміз, бары бар, бірақ сол заңның бәрі біздің қазақтарға ғана қарсы жұмыс істеп жатқан сияқты. Сияқты емес, олай ғой, қарсы заң. Өйткені біз міне осы думан сотталып отырғаннан бері қаншама рет арызданып прокуратураға, барлық жерге, КНБ-ға бәріне жаздық, бәрінің жауабы бір-ақ сөз. Жаңа мен жерде айтып жатыр, ана сараптаманы алдырып тастау керек деп. Ол сараптаманы, заңсыз жасаған сараптаманы, міне жаңағы айтып отырған Қайыржановқа қатысты бізде, мысалы. Ол судебный коллеганың штаттан тыс қызметкері болып есептеледі, профессор. Ал бізге жасап отырған кандидат. Бізде солай, кандидат оған біздің қазіргі билікке соның жасап берген керек болып отыр. Өйткені аналардың бәрін көзге ілмейді. Біз қаншама рет жаздық, жаңа юрист айтып отыр, 105, 106 дейді. Ол статьяның бәрі жұмыс істемейді. Өйткені бұл саяси тапсырыс болып тұр. Қалған мыналардың аузын жабу керек. Мына кісі дұрыс айтып отыр соның бәрін. Аузын жабу керек, ол үшін не істеу керек, ол үшін ұйымдасу керек. Ал қалай ұйымдасасыңдар? Мынандай қорлық, зомбылық көріп жатқан кезде. Бар адамды қолдан беріп қойып отырмыз, осында міне желтоқсаншылар бар. Осы кісілердің бәрі со думан деп айғайлап, 1 жылдан артық жүрді. Бәріне де рахмет. Ал енді соның бәрі елекке құйған су сияқты кетті. Түкте жоқ, міне. Енді біз жазып жатырмыз. Біз заң жүзінде шешеміз дейді. Ал заң жүзінде оны ешкімде ешқашанда шешпейді. Енді мен бір ауыз сөз айтайын. Уақыт берген, Андрея. 1 минутте, менде уақытым жоқ, мен айтайын. Біріншіден, бізде заң жоқ. Екіншіден айтатын себебім, бізге мынадай бір 10 адам, бір 50 адам көтерілгеннен біз пайда таппаймыз. Біздің бәрімізді апат жабар, себебі олардан қол күш бар, не бар. Мен осы 2 күннің бірінде изолятордан шығып жүрген адаммын. Айтатыны мен ешкімден қорықпаймын. Бір Алладан қорқам, қалған маған білеп кім болса да. Біріншіден. Екіншіден айтайын деген, біз ұйымдастырғанда осы 20 облыс бар. Сол 20 облысты бірақ көтеру керек, басқа бұйқып жоқ шықандай. Болды. 20 облыс бірден көтерілсе, любой әкім, любой милиция, мен любой милицияның қаншама бар айтты. Ағатай, біз погон тағып жүрміз деді, приказбен жүрміз деді. Ал егерде халық сонша көбейіп толпа беретін болса, біз қал жағына шығуға дайынбыз деді. Міне, мен любойына айта аламын. Жоқ, айтпайды емес, бар ішінде жүр. Ой, Андрея, осының бәрі сізде Мирболаттың соты болғанқанда керек осыны неге айтпадыңыз? Сіз желтоқсанның төрағасысыз. Мирболаттың соты болғанқанда осы сөзді неге келіп айтпадыңыз? Аналар келіп шыңдап айтпадыңыз. Неге келмедіңіздер сіздер? Мен Мирболаттың ең соңғы процесінде бардым. Бардыңыз, иә. Басында осында. Бүткіл 19 ұйым келу керек еді сол сотқа. 19 ұйым бүткіл келу керек. Менің күнде осы желтоқсан жүрген жігіттердің бәрі
Фейсбукпен неге мені жамандап жазып жатқандардың бәрі бар. Білеміз аға. Ол біріншіден. Екінші жаңа осы тұрғанда Маңғыстаудан телефон шықты маған. Жәнібек Қожық дейтін. Ол не айтты? Сізді жамандап маған күш көрсетпекші болды. Барат осындай жағдай. Мен сізге бір жолын тартам ба деп ойлап едім. Мені кешір деп маған кешірім сұрап ақша жіберді. Енді былай. Сонда мен сияқты отырып баласынан айырылып, шешесінен айырылып, 21-дегі несі, мына отырған міне әйелім 7 айлық баласы бар, КПЗ-да 7 күн отырған. Бала өліп, февральдың 14 күні босанып, 17 күні өлген. Соның өзінде ана отырған мұқтар шақантын шақалғысын деген адамын. Көз-көз. Ал сонда өйтіп отырған өзінде енді не де болады? Дұрыс. Мерболатқа мен баруға тиісті едім, бірақ мен бара алмаған себебім бар. Менің есігім алдында мынадай колба тұр. 3 видеокамера тұр. Менің есігім алдында. 2 күннің бірінде мені КПЗ-ға алып кетеді. 2 күннің бірінде апарып жауып тастайды. 5 сағаттан жоқ дегенде 5 сағат 6 сағат отырамын. Артынан прокурорлар Сағил апай да соны айтып отыр. Гүл апа да соны айтып отыр. Аналар ғой бұл кісі. Қарашы, ал сонда не деуім керек? Ал егер де мені қайтадан соттап жатырса, мына халықтардың бір 10-ы барса, қалғаны диванды құшақтап жатады. Бармайды. Осымен бүгінгі келгендеріңізге рахмет. Әлі де талай пресс-конференция болады. Бұны мен тоқтатуға болмайды. Мерболат шыққанша бәріміз көріп. Жоқ, қазір тұрып суретке түсіп. Мерболатқа бостанда, Далаға. Бұдан кейін өткіздірмеу. онда сыртқа мен қамаңыздар, сыртқа шығып сен жасайын. Мына сүрімізге бүгін көрмейді. Сыртқа кеп қамаңдар. Толыққанды орындау керек қой. Иә. Біреу бастау керек. Мынау қайсыздыққа шығып кеткен. Ölçülsün o. Skener sürüp жатыр. Bağlana.